бұл жерде бізде көбінесе мына келін деп жатырмыз да қазір. Неге біз өз баламызды айтпаймыз? Қызым деп па? Жоқ, ұл. Неге олды айтпаймыз біз? Бізге көбінесе келін осындай болу керек, келін былай тұру керек, келін міндетті немесе міндетті емес деген. А бала қайда қалды? Бала тұлға емес па? Келін енеге келген жоқ қой, келін күйеуге келді. Күйеуге шықты. Біз жерде командир күйеу болу керек, ен емес. Осыны түсіну керек. Бізде бала бір мүңкиген біреу. Нұрлан бірақ осы тұрғыда мынандай жағдай туындайды ғой, көп мысалы ер азаматтар бізді тыңдап жатыр. Айтады да мысалға, мен ата-ананың разылығын алуға міндеттімін. Сен менің разылығымды алуға міндеттісің, ал мен разы болу үшін сен менің ата-анамды разылығымды міндеттісің. Сөйтіп күйеуінің өзі әйелін жігіп қойды, міне генерал, мен жақта шешешпей деп қойды. Ол қаншақты дұрыс? Бұл қашан айтылады? Бұл пойыз жүріп кеткен айтылады. Уже алып, уже бірінші бала босанғаннан кейін, бұл әйел адамның кішкене анау қазіргі тілмен бұралқы сөзбен айтқанда келіндердің мына жерде вампирлік тісі шығып, уже тістейтін кезде, жоқ, ондай болмайды, мен мамам бар деп ол түстен кейін оянады. А сен үйленердің алдында қайда едің? Мен ешкім емеспін бұл үйде. Менің үйде барлық генерал Дамокозыр енем бар. Осы ақ деген алғыс, қара деген қарғыс деп айтса, мен ойланатын едім, айтатын едім, жаңағы күйеуге шыққысы келіп тұрған қыздың 100 рет ойланып, бір рет шешімін айтқан болар еді. А бала басында ол айтпайды ғой. Мен шешемін, мен еркекпін, мен қатырам сені, Мальдиваға жіберем, түстен кейін қайтып қайтарам деп барлық уәдені беріп, үйіп төгіп, ең соңында жеме-жемге келген кезде жылап, қайғыда қалатын. Бағана генерал мен солдаттың ортасында қандай дау болады? Жоқ, бала да со жағына жығылады. Ол барлық бала қазір анасының баласы. Содан кейін мына жерде енді ауырлау болса айтайын, бір меніңкі ғана болу керек деген ене отырады, қасқыр, бала ғана шыға алмайды. Содан кейін келіннің тағдыры бұзылып жатқан осыдан. Сондықтан әуелі басында шешіп алу керек. Мен үйде ешкім емеспін. Мен сен маған ұнайсың. Мен сені алам, бірақ мен үйде бәрін шешетін анам. Шығармасын солай шық. Бұл уже шаңырақтың дұрыс емес екендігін көрсетеді. Неге? Өйткені әйел билеген шаңырақта ол үйден жақсы күйеу бала, жақсы келін шықпайды ешқашан. Ол баланың өзі айтып тұр, менің үйімде әкем ешкім емес. Шешем шешеді бәрін. Сондықтан біз жерде үйленгенде жастар кеңес сұрайды ғой. Кімге қарап үйленейін дегенде біз айтамыз, шешеге қарап үйлен демейді, әкеге қарап үйлен дейді. Әке шешеді, үйдің бас иесі ер адам болады. Ал енді әйел тұрып алып, менікі ғана болады дегенде, ол үйде өзі қазақша өкшеғұл деп аударды ғой, қазір подкаблучник дегенде. Өзі біреу ақ. Енді екеу болады, күйеу боламын мен сол үйде. Не керегі бар оның? Сондықтан мен айтқан болар едім, баланы үйленердің алдында бала шарттарды қойып беру керек. Менің үйде анам басшы, анам генерал, менің сөзім жоқ десе, қыздың да тағдыры соған дайын болып келер еді. Неге қазір келіндер қайырылып жатыр, осындай проблема? Неге ажырасу көп? Бала ештеңе айтпайды. Кәдімгі алтынды үйіп төгеді. Содан кейін келін уже босағадан аттап, бір жаңағы шайын бергеннен кейін ертесі күні мына кесені жуып бермейсің ба? Сағат 11-ге дейін ұйықтайсың ба? Деп мыжи беріп, тістей береді. Дұрыс, ененің бәрі бір адам емес. Мына кісі сияқты емес елдің бәрі. Және бұл кісі бұдай болу міндетті емес. Әр адамның өзінің өмірі бар. Ене қандай болу керек?